192.400 теңге. Иә, бұл 16 адамға 11 күнде кеткен тамаққа шығынымыз. Бұл сума қайдан шықты? Біз барған жерімізден продукт алып отырдық, өзімізбен алмадық. Егер сіздерге қызық болса айта кетейін, Ақшиден 39.200 теңгеге жасадық, Зайсаннан 15.200 теңге, Үлкен Нарынан 24.000 теңге, Рахманнан 11.000 теңге. Кейін қайтадан Үлкен Нарынан 18.300 теңге, Өскемен Семейде туыстарға кіріп шығып, Аягөзде 45.000 теңге. Қабанбайда 16.000 теңге құртсақ, Ақшиде тағы да 23.700 теңге. Барлығы 192.400 теңге. Бұл 3 семьяға кеткен шығын. Бірдей бөлсек, 65.000 теңге бір жанұяға шамамен. Ойлаңыздаршы, бір адам күніне 1100 теңгеге тамақ ішті. Ал үйде болсаңыздар, сіздер продуктке жұмсаған ақшамен есептеп көріңіздер, қанша шығады? Неге аз шықты? Біз тамақта походный газда жасадық. Жалпы 21 штук газ кетіпті. Оның жартысын біз Барахолктен сатып алдық 350 теңгеден. Кейін қалған Ақшиден, Үлкен Нарынан алдық 650-750 теңгеден. Айта кетейін, Астана деген Ақшидегі магазинде 2000 теңгеден тұр. Одан алмадық, басқа жерден тауып алдық. Тағы да аз кетудің себебі ол Өскемен мен Семейде туыстардан кіріп, сол жақта Өскеменде түскі ас іштік, Семейде кешкі ас және таңғы ас ішіп шықтық. Туыстарыма өте көп рахмет айтамын. Біз барлық жерде тамақ жасадық па? Жоқ. Мысал үшін Рахманда таңғы асқа қосымша пирожки алдық 11.000 теңге, және Аягөзде 45.000 теңгеге түскі ас іштік. Бұдан да арзан шығаруға бола ма? Болады әрине. Егер бүкіл продуктыны Алматыдан машинеге тиеп алсақ, бұзылмайтын продуктыны. Бірақ бізде машинада көп орын болмады, сол үшін барған жерімізден алдық. Бұдан ары қарай тағы да шығындарымыз болды. Ол қандай шығындар деп ойлайсыздар? Келесі постта.